Ay sarkaya, gül onat, Kenan bal, Ayten söykök, Hakan pişkin, Ali Aykut Yolmaz, Gökhan Atalay, және Хатидже Аслан. Композитора Искендер Пайдаш. Сценарийін жазған Шебнем Читак. Продюсері Шүкрю Афшар. Режиссері Мерве Гергин. Көп рахмет. Мен дайынмын. Қандай әдемісің. Сен де әдемісің. Бірақ мен емес, сенің туған күнің. Мұнша дабыралаудың қажеті қанша еді? Үйде тойласақ та болатын еді. Олай деме. Бұл сөздеріңді Зумруд ханым естіп қоймасын. Бүгінгі кеш тек сенің туған күніңнің құрметіне емес. Бүгінгі кеш шетелден оқу бітіріп, Стамбулға қайтып келген Ташқыран отбасының 2 қызына арналады. Саған осындай мерекелер ұнай ма? Иә, мен де апам сияқтымын. Әлі де соза түс. Жақсы. Көп рахмет саған, Керем. Сақтап қой, от шашу үшін. Бүгін бір керемет кеш болғалы тұр, Лале. Түрлеріңе қарап алайыншы. Қандай әдемісіңдер. Лалеге сыйлық беруге келдіңіз бе? Сыйлығыңыз қайда? Гаражда ма, әлде қалтаңызда ма? Жаным менің. Қарашы, сыйлық өз аяғымен жүріп келеді. Қандай жақсы. Не деген сүйкімді? Одан да күшік сатып алмадыңыз ба? Панажайдан алдым, сол себепті үлкен. Шынымен де сені тастап кеткен бе? Бұл шешесіне тартқан, сыйлықты ұнатпаған шығар. Жоқ, Лале әкесінің қызы. Оған мұндай нәрселер ұнайды. Шефик, сені көргеніме өте қуаныштымын. Сен де әр кездегідей әдемісің. Ертең сен үшін өте маңызды күн, Кемал бей. Оның рас, елдің бәрі тендерде сен жеңесің деп ойлайды. Қалай болатынын көреміз. Мұндай сөзді сенің қарсыластарың айтсын. Анығын айтқанда бір ғана бәсекелесің бар ғой. Кайсеридегі Илгаз холдингін айтасың ба? Иә, олардың жұмысы жаман емес. Әрі өздері өсіп өркендеп жатыр. Қалай өркендесе де, Ташкырандарға жету қайда. Көңілің алмай қой. Бірақ бұл дұрыс айтады, Екрем. Қойсаңшы. Иә, бірақ олар дұрыс айтады. Қойш, сен Стамбулдың ең ықпалды адамдардың бірісің. Өзгермейтін ештеңе жоқ. Біз әлсірей бастадық, ал олар дербестік алып күшейіп барады. Өте қатты күшейіп барады. Басыңды ауыртпа, олардың көрі сен ықпалдырақсың. Одан да көңіл көтеріп демалайық. Қанеки? Конверт ашпай тұрып конкурсқа қатыспа. Кешіріңіз, мырза. Не болды? Мырза, сізге шұғыл хабарлама келіпті. Оны кабинетіңізге апардық. Рахмет. Кешіріңіздер, айыпқа бұйырмаңыздар. Кештеріңіз жақсы өтсін. Рахмет. Бұл конкурс Кемалдың ең соңғы мүмкіндігі. Лале, қызым, әрдайым өз жүрегіңнің айтқанын тыңдауға уәде берші. Әрдайым есіңде болсын. Мен сені өте жақсы көрім. Сені қатты жақсы көрім. Әке.
Егерде тендерге қатысатын болсаң, бұл суреттерді бәрі де көретін болады. Қызғыштай қорыған өз ұяң бір күнде ойран болады. Екеуміз қашан бірге тамақтанамыз? Келесі аптада. Кешірім өтінем, ханым. Кемал мырза сізді кабинетте күтіп отыр. Рұқсат етсең, барайын. Мені танадың ба? Ешім. Өзгөріп кетіпсің. Бой жетіп, әдемі қыз бопсың. Енді мен Стамбулда боламын. Жиі кездесіп тұрамыз. Қайда кеттің, Кемал? Бәрі сені күтіп отыр. 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 Маған бұлай істеуге қалай дәтің барды? Бұл не қылғаның? Кемал, мен бәрін түсіндірейін. Шық, Зумруд, шық. Саған шық дедім Кемал. ғой. Шық. Мама? Қызым, кірме. Әкеңнің мазасын алма. Не болды, апа? Ұрсып қалдыңдар ма? Ештеңе болған жоқ. Әкең тендердің себебінен қатты толқып отыр. Оңаша қалғысы келеді. Бірақ барма оған. Жүр, алтыным. Қонақтарға барайық. Көңілім тыншымай тұр, апа. Шақырып келемін. Төменге түссін. Торт кескен кезде жанымда тұрсын. Лале. Лале. Абыройымды төгуіне жол бермейм. Мұндай масқарамен өмір сүре алмайм. Бәрі бітті. Әрі қарай жол жоқ екенін көріп тұрмын. Басқа амалым жоқ. Маған енді тек осы ғана қалды. Тек осы ғана. Әке? Әке! Әке! Баба! Әке! Әке! Бір жыл өткен соң
Хош келдіңіз, Чинар мырза. Өтінем. Жолдастар, аукционнан соң баспасөз хабарламасы таратылады. Өтінем. Маған не болды? Есіңізден танып қалдыңыз. Өзіңізді қалай сезінесіз? Жақсымысыз? Жақсымын. Сенімдісіз бе? Қаласаңыз ауруханаға апарайын. Жоқ, рахмет. Көзімнің алды қарауытып кетті. Қан қысымым төмендеген шығар. Кешіріңіз. Чинар мырза, бәрі дайын, тек сізді күтіп отыр. Күте тұрсын. Жоқ, күттіріп қоймаңыз. Мен шынында да тәуірмін. Ештең етпейді. Сізге көмектесуге рұқсат етіңіз. Рахмет. Көмекшіме айтыңыз, келіп, ханымға жәрдемдессін. Қажеті жоқ. Сіз демалып алуыңыз керек. Лале ханым аукциондағы ең қымбат зат Осман Хамди бейдің картинасының иесі. Білем. Әкеңіз туралы естіп, қапаланып қалдым. Рахмет. Маған бұл жерде болу өте ауыр тиеді. Картина әкемді есіме түсіреді. Әкемді. Түсінем. Өтінем сізде. Чинар мырза, кешігетін болдық. Қонақ бөлмеге барайық. Тек бізді күтіп отыр. Әлі кездесеріміз деп үміттенем. Сен осында қал. Ханымға қара. Жақсы мырза. Жүріңіздер. Картинадан айырылатын болдық. Марқұм шешем, әпкеңнің Кемал Ташқыранға тұрмысқа шығатынын ешкімге айтпа. Көз тиет деп еді. Өмірім ертегідей болып еді. Бірақ көріп тұрғаныңдай, ол ертегі аяқталды. 6.600.000. Кім көбірек береді? 6.700.000. 6.700.000. Кім көбірек береді? 6.800.000. Кім көбірек береді? 6.800.000. Кім көбірек береді? 6.800.000. 6.800.001. 8 миллион.
8 миллион 1, 8 миллион 2, 8 миллион 3 сатылды. Құрметті ханымдар мен мырзалар, бастапқы бағасы 5 миллион доллар болып белгіленіп, аукционға ұсынылған Осман Хамди бейдің картинасы. Картина сатылды ма? Кім сатып алды? Чынар Илгаз. Ана бір әдемі жігіт пе? Иә. Бұлар алдымен тендерді ұтып алды. Енді картинаны сатып алды. Суретті сатып алса, біздің дәрежемізге жетеміз деп ойлайм екен? Картинаны сатып алу арқылы жұрттың назарын өздеріне аударады. Өздері зиялы қауымның ортасында қалай жүріп тұруды да білмейді. Біздің шаруамыз қанша? Оған бола көңіл күйіміз бұзбайық. Сонымен, бұл өнер туындысының жаңа иегері Чынар Илгаз. Атақты Илгаз холдингінің иесі. Бәрекелді балам, жарайсың. Құтты болсын, қайырлы болсын. Не, Джейп, бұл суреттің бізге керегі не? Есесіне енді атағың шықты, ол жаман ба? Әпкем әлі жеке жай сатып алуды армандап жүр. Чынар бұл суретке дүниенің ақшасын шашты. Байдың дүниесін байғұс қызғанат деген. Өз еңбегімен тапқан ақшасын жұмсауға қақысы бар. Мехмет екеуміз де кедей емеспіз. Біз де Илгаз холдингінің иелеріміз. Чынардың шығындарының бізге де қатысы бар. Қарадан қарап неге шағымданасыңдар? Олай болса, біздің көңілімізге тетін сөз айтпейік байқаным. Бәріміздің шыққан тегіміз бар. Юсуф бей марқұм осы күнге жет алмай кетті. Баласының азамат болғанын мақтаныш етереді. Менің де ұлым бар. Әрине, Құдай қаласа, Юсуф те Чынар сияқты Америкада оқып, билік тізгінін ұстайды. Біз балаларымыздың арқасында Стамбулда тамыр жаямыз. Лали ханым. Лали ханым. Құтты болсын. Игілігіңізге ұстаңыз. Мен хал жағдайыңыз қалай деп сұрамақшы едім. Аукционға дейінгі ме, әлде одан кейінгін айтасыз ба? Тыңдаңыз. Сіз картинаның иесі едіңіз, бірақ оны саттыңыз. Ал мен сатып алдым. Дүниеме мақтанатын әдетім жоқ. Дегенмен бағалы өнер туындысын сатып алдым. Бұл картинада әкемнің қаны бар. Түсінесіз бе? Түсінем. Картинаны амалсыздан сатқаныңыз өкініштік. Иә. Сатуға мәжбүр болдық. Балам, құттықтаймын. Сен жақсы жарыстың. Рахмет апа, бірақ елдің көзінше олай деме. Бұл жарыс емес. Бұл да жарыстың бір түрі ғой. Кім ақшаны көп берсе, сол жеңет. Жарайды, сені күтіп отыр едік. Чынар келе жатыр. Мөрветке ескерту керек. Оны есіктің алдында қарсы алайық. Мөрвет! Қайда жүрсің, Лали? Телефонға жауап бермеген соң, алаңдадым. Тек анда бардым демеші. Иә, картинаны көруге бардым. Бәрін өз көзімен көрдім. Енді абайлап жүріп тұруың керек. Журналистердің көзіне түспеуің керек. Журналистердің мұндай оқиғаларды аңдып жүретінін өзің де білесің. Өтінем, Лали, мұндайыңды қой. Біз олардың отқа май құюына жол бермеуіміз керек. Бұл картина әкемнің көзіндей болған бір асыл дүние еді. Қалайша жайбырақат жүргеніңе түсінбеймін.